сендер өздеріңді ақтамаңдар дейді ешқашан. Қараңдар. Сендерден неше түрлі қателіктер кетіп отыр дейді. Өте көп қателіктер кетіп отыр дейді. Сондықтан мұсылман болсаңдар, мүмин болсаңдар, Алла Тағалаға ақыретке иман келтірген болсаңдар, сендер мақтанатын нәрсе жоқ дейді асылы. Қараңыздар. Бір мақтанатын іс сендердің бойларында жоқ дейді. Осыны естерінен шығармаңдар дейді. Фәлә тузакку анфусакум. Қараңыздар. Өздеріңді ақтамаңдар. Тузакку анфусакум деген өздеріңді ақтамаңдар ешқашан. Бір мақтамаңдар. Осы мағынаға кіреді. Өздеріңді күнәсіз, айыпсыз, жазықсыз біз деп ойламаңдар дейді. Қараңыздар. Кез келген ситуацияда өзің бір сондай бір жаңа бір жағдайға кездесіп қалуы мүмкінсің, бірақ бойыңда күнә жоқ сияқты. Дәл сол сәттің өзінде өзіңді ақтама дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Жазықсыз қылма дейді өзіңді. Айыпсыз, бейкүнә сияқты нәрсе қылма дейді. Мысалы қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай осы нәрседен тоқтатқан. Абу Саламаның қызы Зайнап. Зайнап дүниеге келген кезде Зайнаптың атын әуелгіде адамдар Барра деп қояды. Барра. Барра деген сөз бейкүнә деген мағынаны білдіреді. Қараңыздар. Барра деген есім бейкүнә деген жаңағы мағынаны білдіреді. Солар Барра деп атаған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы аяттың талабын айтады. Ла тузакку анфусакум. Қараңыздар. Өздеріңді мақтамаңдар. Өздеріңді ақтамаңдар. Адамдар түсінбей жатыр, қалай бұл? Барра деп қоймаңдар дейді. Қараңыздар. Таза, пәк, бейкүнә деген есімді қоймаңдар дейді өздеріңе. Өтірік дейді ол. Ондай адам жоқ жердің бетінде. Көрдіңіз бе? Фа бима нусаммиха я Расулуллах. Онда қандай ат қоямыз оған? Ей Аллахтың елшісі. Ла тузакку анфусакум. Өздеріңді ақтамаңдар, мақтамаңдар. Қараңыздар. Валлаху а'ламу би ахлил бирри минкум. Аллах Тағала жақсырақ біледі сендердің іштеріңде кім ізгіліктің иесі екендеріңді. Қараңыздар. Кім тақуалыққа ұмтылып жүрген? Алла Тағала жақсырақ біледі. Сондықтан аттың өзін не істеп отыр? Аттың өзін қоюда мақтау бар екен, қараңыздар. Біз білмеуіміз мүмкін ол нәрсені. Сол атты қоймаңдар. Онда қалай ат қоямыз, Аллахтың елшісі? Самуха Зайнап. Зайнап деп қойыңдар атын дейді. Міне, содан жаңа Зайнап деп аты қойылады да. Бейкүнә деген жаңағы есімді қойдыртпаған Аллах Тағала. Жәннаттың өзі әл-бир деп аталады. Таза. Ол жәннатқа кіру үшін адам бейкүнә болу керек. Адам бейкүнә болмайды, Алла Тағала ағартпайынша оны қиямет күні. Түсіндіңіздер ме? Алла Тағала оны ағартып, соған кіруге лайықтамайынша адам жәннатқа лайықты емес әлі. Қараңыздар қандай мәселе. Сондықтан Алла Тағала айтады, өздеріңді ақтамаңдар, мақтамаңдар, өздеріңе жақсы мінездеме бермеңдер. Қараңыздар. Бұның қазір көріністерін айтамыз. Шындап келген кезде ешкім өзін ақтап жүрген жоқ сияқты, негізі асылы. Ешкім өзін мақтап жүрген жоқ сияқты да. Ешкім өзін күнәсіз деп санап жүрген жоқ сияқты. Асыл солай бәрімізде. Көрініс солай. Бірақ сондай бір жағдайларды жасайды Алла Тағала. Сол жерде істейді ол нәрселер. Мысалы екі адам кездесіп қалдық, ұрысып жатырық та екеуміз. Сол ұрысып жатқан кездегі көрініс, ұрыс деген сөз белгілі бізге. Екеуі ұрысып жатыр ғой дейміз. Негізінде асылына келген кезде екеуінің әрқайсысы өзін ақтап жатыр. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Бұл ұрыс тек қана жаңа бір дүниелік мәселе үшін емес, бұл бір діни мәселелер үшін де кетіп қалады. Түсіндіңіздер ғой? Бұл жаңағы тартысудың өзі, бір-бірімізбен тартысып қалып жатқан болсақ, таласып қалып жатқан болсақ, ақтау өзіңді, мақтау. Қараңыздар. Сондықтан ұрыс кезінде мысалы мынандай жағдайларды айтайық, жағдай ашылатындай. Суфиян ас-Саури деген кісі болған. Үлкен ғалым, салиқалы кісілер. Бірақ әрбір салиқалы кісі, үлкен ғалым. Анау білім іздеген күннен бастап сынақтардан өтеді. Әркімнің өмірі. Қараңыздар. Сонда Суфиян Саури айтады. Қараңыздар. Мен дейді бір кісінің қасынан өтіп бара жатқан кезде бір сөзді айтып қалдым дейді. Сол сөзімді сосын түсіндім дейді күнә екенін. Қараңыздар. Мен дейді 5 ай
түнгі намаздан махрум қалдым дейді. Суфиян Саури деген кісі, үлкен кісі ол. 5 ай мен түнгі намаздан махрум қалдым дейді. Ол сол күнге дейін түнгі намазды оқып келе жатқан ғой. 5 ай бойы оқи алмадым дейді мен оны. Бір күнәнің себебінен дейді. Сонда қасындағы адал достарының бірі сұрайды ғой, не күнә ол? Әрине ол жаңағыдай жолда жүрген адам, мысалы, діни жолда, білім жолында жүрген адам андай бір үлкен күнә жасамайды ғой. Ол не күнә? Сонда айтады, мен бір кісінің дұға жасап жылап отқанын көрдім дейді. Қараңыздар. Дұға жасап жылап отқан кезде нәпсім, ішімде ой кетті дейді. Көзге көріну үшін істеп отыр ғой деп. Қараңыздар. Осы сөз ақтау деп аталады. Түсіндіңіз бе? Көзге түсу үшін істеп отыр ғой деп ойладым, құрыдым дейді, содан бітті. 5 ай түнгі намазды оқи алмадым дейді мен. Имам Ғазали айтады, мәселе жаңа 5 ай бойы түнгі намаз оқымағанда ол оқылып жатыр ол. Бірақ олар түсінген оқу мен біз түсінген оқудың айырмашылығы бар. Түсіндіңіздер ме? Имам Ғазали айтады, егерде сондай бір істе Алла Тағаланың ашуы келіп қалса дейді, қараңыздар. Адам салиқалы істі істей береді дейді. Қараңыздар қандай нәрсе? Ықыласты алып қояды дейді. Ананың жүрегіндегі ықыластың жоқтығын айтып болған үшін ықыласты алып қойғанда. 5 ай оқи алмадым дейді мен. 5 ай бойы жылады ол кісі. Қара, бір адам үшін бір салиқалы амалдан айырылып қалуымыз мүмкін екен бізді. Неге? Өйткені өзіңді кішкене жоғары ұстап қалдың да. Бірақ ол білінбейді жоғары ұстап тұрған сияқты. Түсіндіңіз ғой қандай мәселе? Мысалы, ана жерден сіз көшеде кетіп бара жатқан кезде бір міскін адамды көріп қап, жәшіктің қасында жүрген. Егер бір сөз дұрыс шықпаса, жағдай қиын болады, құрметті жамағат. Аллах Тағала Рахман, Рахим. Билікті ол шығарады да. Қараңыздар қандай мәселе. Мысалы, бір кісі Ибн Сирин деген. Қараңыз қандай нәрсені айтады. Мен дейді, өмірімнің бір қатар бір жасына келген кезде үлкен қарызды жүктеп алдым дейді мойныма. Қарыз. Қайтара алмаймын дейді. Қайтара алмаймын жаңа қарыз. Үлкен қарызға кіріп кеттім дейді. Содан көзімді жеткізді дейді Алла Тағала. Қайдан келген бұл қарыздың? Не үшін қарыз мойныма ілігіп кеткен? Бір кісіге мен осыдан 40 жыл бұрын айтқам дейді. 40 жыл бұрын бір адаммен бүйтіп сөйлесіп тұрып, тақырға отырушы деп айтып қалғам дейді. Я муфлис деп айтып қалғам дейді. Муфлис деген тақырға отырушы деген сөз. Сол сөзім үшін 40 жылдан кейін келді дейді, қана кесірі. Қарызды мойныма іліп қойды дейді Алла Тағала. Қарызды қайтарамай жүрмін. Сондықтан әрбір болып жатқан істер, құрметті жамағат, ойламаңыздар ол. Жаңағыдай бір тақуаларды сынап, бір анау сахабаларды сынағандай бір сынақтар келіп жатыр деп өзімізді алдатпайық кейде. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Алла Тағала ол сабырдың сауабын береді, ол қандай сынақ болса да. Алла Тағала Құранда айтады: "Ва ма асабакум мин мусибатин". Қандай да бір ауыртпалық, жана қарыз ба, тағы басқа қандай да бір ауыртпалық мойындарыңа келіп қалса дейді. Қараңыздар не дейді? Фабима касабат айдикум. Өз қолдарыңмен істеген кезіндегі істеріңнің кесірі дейді келген. Қиямет күні тозаққа түсіп кетпеу үшін осы дүниеде көтергізіп жатырмын дейді. Қараңыздар. Сол нәрсені. Сосын айтады: "Уаяфу ан касир", қанша күнәларыңды елемей жатыр дейді. Құр арасында біреуіне жіберіп атқаны дейді ол. Егер әрқайсысына жіберетін болса, ешкім аман қалмас еді дейді Алла Тағала. Қараңыздар қандай мәселе. Фудайл ибн Ияд деген, мысалы, табиғиндердің үлкені. Ол кісі де айтады. Мына сөзіне қарасаңыз, енді салиқаладың айтып отқаны жаңағы бір ауыр тиетті. Ва инни ла асиллаха дейді. Қараңыздар. Сөз жоқ, мен Аллаға күнә жасап жүрмін дейді. Сөз жоқ, күнә жасап жүрмін дейді. Сол күнәмнің кесірін дейді мен. Қараңыздар. Есегімнен көрем дейді кейде. Есегім көрсетеді дейді маған. Қараңыз. Жүрмей тұрып алады ғой. Күнәмнің кесірін қайтарып жатыр дейді Алла Тағала есегім арқылы. Қазір көлік бір қызбай қалуы мүмкін, дөңгелегі жарылып қалуы мүмкін. Түсіндіңіз бе қандай мәселе? Бұл біздің өзімізді ақтаған сәттеріміздің кесірлері. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Мен оны өзімнің есегімнің маған деген жаңа қарым-қатынасынан білем дейді. Күнәнің кеткенін. Түсіндіңіз ғой қандай мәселе? Не мен оны есегімнен көрмесем, ходим, жаңа қызметшімнен көрем дейді оны. Бір қызметші келіп, үстіңізге бүйтіп
төгіп алса да, ол сол күнәмнің кесірі. Байқамайсың ба деген нәрсе ақталу. Түсіндіңіз ба? Байқамайсың ба десе, кешіріңіз десе, жарайды енді кешірейік деп, сен кімсің бүйтіп сөйлеуге? Сөйле. Қалай сен сөйлейсің Раббының жерінде? Алла Тағала тек мына нәрсені сынақ үшін не айтар екен мынау деп сынады ғой жаңа нәрсені. Ол бейшара ана жерде қиналып, ұялып дегендей мәселе. Сен ондай қателеспегендей өмірде қараңыз қандай мәселе. Не соны есегімнен, не соны қызметшімнен көрсетеді дейді Алла Тағала. Керек болса дейді, мен имраати, әйелімнен де көрсетеді дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сол әйелімнен де көрсетеді дейді. Міне қандай мәселе. Тіпті кейде дейді, қараңыздар. Үйден бір тышқан кеп бір нәрсені бүлдіріп кетсе, сол менің күнәмнің кесірі дейді. Ал керек болса. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Аятқа қалай жасаған амалды адамдар. Ақтауға деген мүмкіндік жоқ. Түсіндіңіз ба? Мысалы, екі адам болып келе жатамыз. Мешіттің қасынан өтіп бара жаттық екеуміз. Намаздың уақыты жақындап қалған екен. Сосын мен айтып қалдым. Жүр, намаз оқып шығайық та мешітке деп. Егер де жалғыз келе жатқанда, мен өтіп кететін бе едім мешіттің қасынан. Түсіндіңіз ба? Оның ойында мен туралы жақсы нәрсе қалу керек. Осы ниетімізді біз қадағаламасақ, жағдай қиын. Алла ішімізді біледі. Қараңыздар. Роббукум а'ламу ма фи нуфусикум. Қараңыздар қалай сөйлейді Алла Тағала. Раббыларың біледі сендердің іштеріңдегі нәрсені дейді. Жаңағы жерде жүр, оқып алайық та дегендей. Оқымасақ оқып алайық дейді. Мүмкін ода ықыласпен жауап берілді сізге. Ал сіздікі өзіңізді бір саты жоғары көрсеткіңіз келді. Қараңыз қандай мәселе. Сіз ақ қып көрсеткіңіз келді. Ол ойлауы мүмкін. Оны бауырым қандай күшті. Намазды еске түсіріп, намазын толық нетеді екен ғой деген сөздер кетіп, менің де ниетім соған. Бұл өзіңізді өзіңіз ақтаудың араласпайтын күнәсі жоқ. Кейде бұл тәкаппарлықпен араласады. Қараңыздар. Кейде бұл көз бояушылықпен араласады. Түсініңіздер ме қандай мәселе? Кейде біреуге жасап жүрген жақсылығыңды тоқтатып тастаумен де араласады. Бұның араласпайтын күнәсі жоқ. Бұл бүкіл күнәда жүреді. Бүкіл күнәнің қасында жүреді бұның қиыны. Өзіңді өзің ақтау деген нәрсе болмайды. Көрдіңіз ме? Сосын адамның әлсіздігі сондай. Хулиқал инсану дуифа дейді. Адам өте әлсіз жаралған. Сол әлсіз жаралғандықтан пайғамбарымыз салсам біреуді мақтауына дейін тоқтап тастаған ғой. Қара сахабалардың кезінде қандай болған. Мақтай алмайды да. Мысалы бір жақсылықтары бар оның бойында. Көзін көрген, айтқың келеді. Қараңыз қандай мәселе. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы тақырыпқа кіргізеді оны да. Қараңыздар. Изакана ахадукум мадихан сахибаху фалияқул. Егер де сендердің біреулерің енді мақтамаса болмайтындай бір жағдайда қалса дейді. Қараңыздар. Фалияқул, онда былай деп қана айтсын дейді. Ахсибуху, мысалы, каза ва каза. Мен ол туралы осылай деп ойлаймын, есептеймін. Қараңыздар. Валлаху хасибуху деп айт дейді сосын. Бірақ есепшісі Алла ғой дейді. Қараңыз. Мен солай есептеймін, бірақ нағыз негізгі тура есепшісі Алла Тағала ғой дейді. Вала узакки алаллахи ахадан. Қараңыздар. Мен ешкімді Аллах Тағаладан озып мақтамаймын деген сөзді айтсын дейді. Тек нандай бір жақсы қасиетін айтқаным ғой дегендей. Осы сөзбен ғана құтылсын дейді. Өйткені жаңағы бір кісілер мақтап қалған кезде біреуді жаңағы Аби Мағмардың жеткізген риуаятында айтады. Мысалы, Қомаро жүлін осылай отыр едік, бір кісі орнынан түрегелді де жаңағы мадаха ва асна дейді. Өте қатты әсірелеп мақтап кетті дейді. Амиран минал умара, әкімдердің бірін дейді. Әкімдердің бірін қатты мақтап кетіп еді дейді. Миқдат деген сахаби отырған. Миқдат. Ол қоғам ихсан дәрежесіндегі қоғам ғой. Түсінсіз ба? Соқтан о жақта түгел нәрсе қалай істеледі, солай қабылданады. Миқдат мынандай жерден бір кішкене ғана құм, бір 5-6 бір құм топырақ. Бетіне шашып жібереді ана кісінің, мақтап тұрған кісінің. Адамдар түсінбей қалады, қалай неге деп. Сонда Миқдат айтады: "Амарана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям." Қараңыздар. Алла Тағаланың елшісі бізге бұйырған еді дейді. Ан-нахсия. Қараңыздар. Шашып жіберуімізге дейді. Ала уджухил маддахина тураба. Мақтай беретін адамдардың бетіне топырақ шашып жіберуіміз деген нәрсе.
Бұл мақтау өте қиын нәрсенің бірі. Мысалы бір жақсы бір жұмыста бастық болады, енді жаңа ғана келген. Ол жұмысқа келген кезде Алла Тағала бүкіл адал ішіндегі жақсы сипаттарын істетеді. Алдымен жауапкершілік, ұят деген нәрселермен отырады ол негізі. Сосын бір жағымпазданушылар келеді де, сыйлық береді, сіз мұндай, болды, кетті. Көрдіңіз бе? Ол кеткен нәрсесі өте қиын нәрсе екен ол. Оны пайғамбарымыз салсам, бір кісі солай пайғамбарымыздың қасында мақтап қалған кезде, уайхака дейді да, жақсылық әкелмедің ғой дейді сен. Мақтап жүрген адамды сен жақсылық әкелмедің дейді. Валақад ахлактум, құрттың бәрін дейді. Қараңыз. Бүкіл нәрсені құрттың дейді. Қараңыздар. Қотоата унуқа сахибика, ау қотоата зохра сахибика. Сен анау досыңның дейді, белін сындырдың дейді. Болды, анау жарамайды дейді ана жауапкершілікке. Аны срочно алып тастаса болмайды ана кісіні ана жерден. Түсіндіңіз бе? Белін сындырдың деген нәрсе оңай нәрсе емес ол. Бір риуаятында айтады, мойнын сындырдың дейді. Белін сындырдың дейді. Бізде өзімізде әдебиетте де белін сынды деген сөз бар. Бір қиын жағдайға тап болды деген сөз. Көрдіңіз бе? Қиын жағдайға тап болды деген сөз. Ол енді Алла Тағаламен байланыс үзілді деген сөз. Болды ол. Енді жаңа мақтайды адам, мақтайды, сыйлық береді. Келесі адам оған кірген кезде, ол міндетті түрде сол аналардың беріп жүрген нәрсесін сұрап тұрады ішінен ана кісіден. Ал ол кісі бермесе, жағдайы шешілмейді. Көрдіңіз бе, құрттың деген нәрсе не болып жатыр? Әлеуметтік өмірді құртып жібересің да. Біреуді жаңағыдай мақтай беретін болса қараңыздар. Белін сындырдың ғой оның, жақсылық әкелмедің ғой, ойбу деп айтып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыздар. Мойнын сындырдың сен оның дейді. Осындай мақтау деген мәселелер қиын. Сондықтан ешқашан өзіңізді ақтамаңыз. Мысалы, үйде отырған кезде де, жаңағы үйде отырсыз, әйеліңіз ана жерде бір ыдысты қиратып алды. Ол ыдыс қирау керек болды. Түсіндіңіз ба? Ол жерде бір сынақ жүзеге аспақшы. Кім не дер екен деген. Егер осы нәрсені осылай дайын болмасаңыз, байқамайсың ба? Байқамайсың ба деген сөз, ар жағында не жатыр? Мен болғанда байқар едім ғой. Әрбір сөздің артында не жатыр? Мен жақсырақпын деген сөз жатыр негізі. Шайтанды құртқан осы нәрсе еді. Неге сәжде жасамадың мен бұйырғанда деген кезде? Ана хойру минху деді. Мен одан хайырлымын деді. Қараңыздар қандай мәселе. Талас тартыс неден туады? Кімсің сен мені жеңетін деген сөз ол. Ол да сол тұрай тұрады. Ал сен кімсің мені жеңетін? Тартысып жатыр екеуі. Екеуі тартысып, ұрысып сөйлеспей қойса, ешкімге зиян жасамайды. Бейсенбі күні жаңағы Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқанда, яумал хумис, яхфируллаху ликулли ман ла юшрику биллахи. Қараңыздар. Бейсенбі күні бір аптаның амалдары көтерілген кезде Алла Тағала өзіне серік қоспаған құлдарының бәрінің күнәсін кешіре салады дейді. Илля иснани, тек ана екеуінен басқасы дейді. Қараңыздар. Сосын періштелерге айтады екен, даухума, қоя бересіңдер екеуін. Қараңыздар, амалын көтермей қойыңдар. Қоя бересіңдер. Екеуі де мұсылман. Аллаға серік қоспайды. Салих амалдары бар. Неге? Ұрыс сөйлеспейді бір-бірімен немесе. Даухума хатта ясталиха. Екеуі татуласқанша қойсаңдар дейді екен. Екеуі болды, пайдасы жоқ үмбетке. Қараңыз қалай нәрсе ол. Ол ойлайды біз ең пайдалымыз үмбетке деп. Пайдаң жоқ мүлде. Көрдіңіз бе қандай мәселеде? Тартыс деген мәселенің өзіне қатты сақтану керек. Осыдан туған нәрсе бұл. Көрдіңіз бе? Хауариждердің Алиді, мысалы жаңағы Алиге қарсы шығуына кезінде не себеп болды? Қараңыздар қандай мәселе. Тақуалығымен алданып кетті. Тахаджуд, олардың оқыған тахаджуды жоқ басқаларда. Олар ұстаған ораза басқаларда жоқ. Олардың ешбіреу өтірік сөйлемеген, ешқашан есіңізде болсын. Ешбіреу өтірік сөйлемеген. Өтірік сөйлеу деген үлкен күнә болған оларда. Егер іштерінде біреу өтірік сөйлесе, сол жерде басын кезеді олар. Сондай адам болған олар. Бірақ ол да өзін ақтауға кететін нәрсе екен. Көтеріліп кеткені соншалық, ей Али, сен кімсің деді, қараңыз. Али радиаллаху анхуге. Али туралы қаншама хадистер бар. Көрмейді болды, көрмейді. Өйткені Али дәл сол сәтте олардың көңіл қалауындағындай істей алмай тұр. Көрдіңіз бе қандай мәселе?
Содан мұнафық деген сөзді айтуға барды. Кәпір деген сөзді айтуға барды. Тіпті жиналды да өлтірмейміз бе дегенге барды да. Қандай мәселе. Содан өлтіріп тынды. Міне. Бұның барлығы сол ана жақтан, жаңағы өзін ақтаудан, мақтаудан шығатын нәрселер да. Алла Тағала сізге бір салих аламал нәсіп етеді, мысалы, дүйсенбі күні сіз ораза ұстайсыз. Пайғамбарымыздың сүннеті деп. Сол сүннет оразаны ұстап, сіз шығасыз. Сосын қарайсыз, бір адамдар ұстамаған ол күні. Осылар ұстамай ма? Мен түсінбеймін. Сен сауап жоқ амалда. Біз ойлаймыз ол жерде сауап бар деп, түсінсіз ба? Өзің хайырлы көріп тұрсың ғой сен. Алла Тағала оларға да береді саған берген нәрсені. Әркімнің жүрегі бүгін дайын болмайды, сен қалағандай. Сосын сенің де жүрегің оған бір өздігінен келген нәрсе емес ол. Оны Алла Тағала осыған осы бір салих аламалды үйретейші, не істер екен деген нәрсе ол. Түсіндіңіздер ме қандай мәселе? Кез келген салих аламалды ойламаңыз, бүйтіп бір кітапты оқып, сосын бір өзім бір керемет соны бір Алла Тағала сыйлайды салих аламалды. Одан кейін осы салих аламалды шүкір етесіз бе, шүкір етпейсіз бе, сол жерде сыналамыз. Одан кейін бағанағы Суфиян Сәури айтқандай алып қою мүмкін оны Алла Тағала. Алып қою мүмкін болды. Амалдың өзі де қала беруі мүмкін. Бірақ ықыласты алып тастайды. Сөз бе? Сондықтан қашан мынау ақтау деген нәрсе болмайды. Өзіңді есеппесең ғана болмайды. Қараңыздар. Өзін өзі ақтамайтын, жаңа мысалына осы аятқа амал жасайтын адам, ол ешқашан біреудің күнәсі туралы әңгіме айтпайды ол. Сөздер ме қандай мәселе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасына бір адамды алып келеді. Арақ ішіп, жаңағы арақ іше береді, сосын алып келеді оны. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, бұны жазалаңдар дейді. Әлеуметтік проблема ол. Егер оны жазаламаса ол жерде, олар көбейеді ертең. Екінші сабутыльник шығады, үшіншісі шығады дегендей мәселе. Сосын сол кезде әлі жаңа дүре саны белгіленбеген уақыт ол кезде. Пайғамбарымыз саллаллаху бұны жазалаңдар дейді да, жаңағы біреу тәпішкемен ұрдық дейді, сахабалар айтып отыр. Абу Хурайра айтады, біреуміз тәпішкемен ұрдық, біреуміз көйлегімізбен ұрдық, киімімізбен дегендей мәселе. Сосын бір кезде кетіп қалды дейді қасымыздан. Сосын жаңағы жерде қараңыз. Ұрып жатқан, ұрған адамдардың біреуі. Адам байқамайды өзін. Қараңыздар не деген? Қода ахзак Алла деген. Кетіп баратқан кезде артынан қарап, қорлады ғой сен Алла. Деген. Мұсылманның түрі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ла тақулу аказа. Айтпаңдар бұлай. Қарап қалай қорқып отыр. Ла такуну ауна шайтони ала ахикум. Ешқашан шайтанға қарсы, көмекші жаңағы бауырыңа қарсы шайтанға көмек жасамаңдар дейді. Олакин қулу, бірақ бұлай деп неге айтпайсыңдар дейді сендер. Неге жақсы нәрсе шықпайды сендерден? Қандай сөз? Аллахумма гфирли, жаңағы фирлаху, вархамху, я раббым, кешір соны. Оны рахымыңа бөлеш деп неге айтпайсың дейді оны. Қараңыздар. Егер сенің бір танитын, бір айтайық намаз оқитын бір бауырың, досың, бір күнә жасап қойды жарайды. Сосын сізге келіп айтты соны. Мысалы, мен осындай күнә жасап қойдым, жаман болып тұрмын, не істеймін деп. Сонда сіз егер, астағфирулла, байқамайсың ба деген нәрселер болмайды жерде. Ақтау ол. Білесіз ба неге ол сен жасалмай қалдың ол кезде? Алла Тағала сынаған жоқ бізді ол нәрсемен. Түсіндіңіз ба? Сен бір керемет тақуа болып жүргеннен кейін аман қалып жүрген жоқсың ол күнәлардан. Алла Тағала сынамай жүр ол нәрсемен. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Соқтан ондай сынақты біреуді көріп қалсаңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Бір сондай бір қандай да бір сынаққа ұрынған, күнәмен байланысты ма, немесе бір аурумен байланысты ма, әйтеуір бір сынаққа ұрынып қалған бір адамды көріп қалсаңдар, ауыздарынан тек мынандай сөз шықсын дейді. Альхамдулиллахиллази афани мимма бталаху. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Барлық мақтау Аллаға, мені ана кісіні сынаған сынағынан аман алып қалған. Қараңыз қандай сөз кету керек. Мені аман алып қалғандықтан мен ұрынған жоқпын ондайға. Сен жақсы болғандықтан емес. Көрдің бе аят қандай мәселені айтып жатыр. Сосын сіздің қолыңыздағы жақсылықтың бәрі түгел Алланікі асылы. Қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қалай айтады? Таңғы дұғасы бар, кешкі дұғасында 2 рет қайталайды. Мысалы таңертең айтады: Аллахумма инни асбахту минка фи ма асбаха би мин ниғматин ау би ахадин мин халқик фа минка вахдака ла шарика лак. Аллахым, осы таңда менің қандай да бір жақсылыққа қол жеткізген болсам, бұл тек сенен ғой.
қарашы дұғасы қандай, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұғасы. Бұл тек сенен ғой. Сондай-ақ тағы да басқа құлдарынан қайсысы біреуі бір жақсылыққа еленген болса, ол да сенен ғой. Фалакал хамду, тек саған мақтаулар. Валака шукру, тек саған алғыс айтамын мен осы үшін, я Раббым. Жақсылығыңды өзіңдікін. Ал енді жаңағы бағанағындай ораза ұстап тұрып, мысалы, сен жақсылығыңды көрсетіп жатсың ғой. Сен асылы риямен қатты күресіп жүрген адамсың негізі. Бірақ сен қалай ұсталып жатқаныңды білмейсің рияда. Ана кісі неге ұстамайды бұлар деген кезде, қарас, бітті бәрі. Көрдіңіз қандай мәселе. Сен ешкімге стандарт емессің, соны біл. Сол стандарт болғаннан кейін, стандарт болмайтын болғандықтан бізге мақталуға, ақталуға тыйым салып жатыр Алла Тағала.